Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге балаларымыздың сүйікті тамағы мини пицца жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтті құйып, оған тұз, қант, ашытқы және сұйық май құйып жақсылап араластырамыз. Еленген ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып еленеді. Одан соң қамырымызды ашытып қоямыз. Мен қамырды 1 сағаттай ашыттым. Қамырымыз ашыды. Енді қайтадан үстіне осылай басып илейміз. Одан соң қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, осылай зуала жасаймыз. Одан соң табамызға пергамент қағазын жайып, үстінен сұйық маймен майлап шығамыз. Енді қамырымызды осылай табамызға тізіп шығамыз. Осы рецепт бойынша жасалғанда менде 12 дана пицца шықты. Сіздер де осылай өлшеп жасаңыздар. Мен пиццаның бетіне кетчуп жақтым. Егер рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Енді салмасына әркім өз қалағанынша салса болады. Мен тұздалған қиярды салдым. Помидор болса, помидор салсаңыз да болады. Одан соң колбасамызды осылай салып шығамыз. Осы колбасаны салып болған соң 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан соң сырымызды бетіне салып, одан соң 5 минуттай тағы пешкеге қойып аламыз. Мінекей пиццаларымыз дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Қамыры да жұмсақ. Балдарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Өздеріңіздер жасап көріңіздер, ас болсын.